Ассалаумағалейкум нағашы, жерді жарып шыққан сексеуілдің ағашы. Дүниені дүзеймін деп әпенденің күйін кешіп жүрмісің әлі деп қалада тұратын жиенім аяқ асты, телефон соқты. Қысқаша амандық саулықтан соң. Нағашы еке, сенімен бір аға сөйлесем дейді. Бізде гаражда жұмыс жасайды. Телефонды соған берем, қорықпа ақыл есі бүтін адам деді де, үнсіз қалып еді. Телефон бір тысыр етті де, қарлығын қысылдаған дауыспен. Алло, інім, менің атым Алтай болады. Ертеректе осы Маңғыстауға заң бұзып жер ауып келіп едім. Мен туған ауылда орталық жақта мынандай аңыз бар. Қайталап айтайын, бұл тек аңыз, пайдаңа асса, көкейіңе құйып аларсың деп мына әңгімені қысқашалап айтып беріп еді. 16 ғасырдың аяғы, жоңғар шапқыншылығының құтырып тұрған кезі болса керек. Қазақ мал бағып, кең далада еркін жүріп кең қолтық бейбіт бейжай өмірге бейімделіп кеткен ел еді. Азын аулақ, жайылым, өріс, жоғалған мал деген сияқты өз ара дау болмаса, жаулық, барымта, кісі малын ұрлап жеу деген болған емес. Қазақ хандығының толық құралмай, әлі де болса басы бірікпей жүрген кезеңі болса керек. Бір рудан тұратын азғантай ауылға жау жақындапты деген суыт хабар келгелі, ауыл үстін бір қара бұлт қаптап алып еңселерін езіп жібергендей күй кешуде. Ер азаматтар жағы сақадай сай, бес қарулары бойларында жүрсе де, мал бағып көшіп қонып бейбіт өмір сүріп жүрген жігіттерді, мұздай қаруланып, жұмыла жасанған, мың-сан қолдан құралған жаумен салыстыруға келмейтінін түсініп жүр. Оның үстіне күнде бір ауылды жау шауып кетіпті, еркек кіндіктіні өлтіріп, жас қыз келіншектер мен бар малын алып кетіпті деген күнде бір қорқынышты хабар дүңк-дүңк етіп жетіп тұр. Алатау би қасына отбасын түгел жинап алып сөйлеп отыр. Уа, ағайын! Алатау деген азғана ел едік, бейбіт өмір сүріп, тыныш өсіп өнсектеп едік, болмады. Көзіне қан толған жау тыныш елдің шырқын бұзып жолындағысын қырып жойып қанға бояп келе жатыр. Оған қарсы тұрар қазақтың ауыз ала сыңайлы. Сондықтан азғантаймыз деп алдына түсіп қаша бермей, ел үшін, атадан қалған аманат жер үшін шайқасып көреміз. Иә, осы жолда өлерміз, бірақ мына ауылдағы үлкендер мен жас балаларымыздың аман қалуына жағдай жасап уақыт созып көрерміз. Ертең таң азаннан ауыл көші жылдамдатып ішкері жаққа жылжи берсін. Бізге қарамасын, жалпы санымыз 100-ге жетпесе де, жүректерде мыңға татыр мақсат бар. Ол мақсат Алатау ауылын жер бетінен жойылып кетуден сақтау, қашанда еркек тоқты құрбандық деген бар. Өзім 4 баламмен атқа мініп шоқпар ұстай алар немерелеріммен араларында болам. Көшті бәйбішем Айжақсы бастайды. Алла жар боп, жаудан құтылса, ішкері жақта тіліміз бен тілегіміз бір қазағым бар, пана сұрай барған, өз қазағына іштарлық жасамас бір көмегін берер. Мен бұл шаруаны ақылдасқалы отырған жоқпын, бұл осындай шешім. Ауырда болса, осы ауылдың еркектері болып осылай шештік. Ата-баба әруағы жар болып мақсатымыз орындалсын. Әумен ауылым дегенде 12 қанат ақ үйдің іші сырты ғана емес, түгел сілтідей тынып тұрған боз дала әумен дегенде естілді. Боз ала таңнан көшеміз деп қарбаласқан ауыл бір сәтте шұбатылған шаң болып ұзай берді. Оларды көзбен ұзатқан 100-ге жуық еркек кіндік жау алдынан тосуға тас түйін болып екінші бетке бағыт алды. Уайым мен қайғыға батқан көш. Қас қарая қоналқыға бір жарқабақ жанына аялдады, от жағылып мозыға ас ауқат дайындалды. Кәрі кемпір шалдарға ағарған ас су беріліп, жас балалар мен қыз келіншектер оттардың айналасында шүпірлесіп жүр. Бүгін осы жерге қонып шығамыз, сәл жерден тұрып кетуге дайын болыңдар. Артымызға қарайлауға үміт жоқ. Иә, үміт жоқ. Еркектеріміз бізді аман қалсын деп айдаһардың аранына тіке шапты, ендігі бізге қалары солардың арманын орындау. Мына балаларды жетістіріп, Алатау ауылын қайта өсіру. Мықты болыңдар, жылапсықтап божырып жүретін уақыт емес. Бәріміздің де ет жүрек, бауырларымыз солардың қасында қалды. Сондықтан мықты болуымыз керек деп Айжақсы бәйбіше дауысы тарғылдана айқайлап тұр. Тағы да таңмен таласа тұрған көш, балалар мен кемпір шалдарының оразасын ашты да асығыс қозғалып кетті. Көштің қанша жүргенін кім білсін, үлкендер жағы шаршап, балалар жағы маужырап көзін бір ашып бір жұмып бастаған ұлы сәскеде. Алдарындағы биік төбенің басына атын ойнатып қолдарында найзасы жалт-жұлт еткен, алабажақ шашақтары желпілдеген оншақты салт атты шыға келді. Көш тоқтап аңтарылып қалды.
Бір мезетте екі бүйірден қиқулай шапқан жау әскері азғантай көшті қоршап алды. Қатын бала, кемпір шалдан бөтен қарсыласар ешкім жоғын көріп жау әскері сәл іркілгендей болып еді. Төбе басында тұрған біреуі қылышын жоғары көтеріп сілтеп қалып еді. Әскерлер ауыл көшіне лап берді. Көзді ашып жұмғанша кемпір шал жас бала демеді, бәрінің басы шабылды. Екі қабат дегендердің ішек қарны ақтарылды. Әпсәтте ортада Айжақсы бәйбіше мен кілең жас қыз келіншек қалды. Келіншектердің арасында ат айналаға мәлім атақты хас шебер қалампыр да бар еді. Он саусағынан өнер тамған, кез келген шүберектен көздің жауын алар дүние тігетін қалампырдың сол заманда теңдесі жоқ еді. Әй, аты әйгілі Алатау бидің бәйбішесі Айжақсы, мені танып тұрсың ба? Мен ұлы Хонтайшы, сенгенің жиені Текір жуан болам. Сенге Хонтайшы Алатау мен бәйбішесін қалдырып қалғанын қырып сал деген болатын. Алатау айтқанға көнбей, беріл десе тыңдамай, соңғы тамшы қаны қалғанша соғысып мерт болды. Сенгенің бұйрығына сай екі адам тірі қалу керек, қасына кімді алып қаласың, соны өзің айт. Қалғандарын мына сарбаздарға үлестіріп беремін. Бұлардан қорқыныш жоқ, бұл күндер енді туса жоңғар, ойра туар, Алатау ауылы сонымен бітер. Мыналардың ішінде хас шебер қалампыр бар екен, саған оны алуға да рұқсат берем. Айт, байламыңды айт деп ат үстінде шірене күліп тұр. Әй, текешік, қатын қалашты қырып салдым деп құдайдың қамшысын ұстағандай болма. Алатау өлсе өз жерінде, өз даласында қалды. Қасиетті қылышын қатын баланың қанына суармады. Ел үшін, қасиетті жер үшін өлетінін білді. Қазақ айтады, ердің екі сөйлегені өлгені дейді, ер екеніңді көрейін. Менің атымды жетектеп жүрген ана малдың қиына былғанған Делқұл пақырдың жанын қи. Алатауды немере туысы еді, жастайынан аттан құлап діңкастау болды. Ақыл есі дұрыс емес, онымен қоймай қартайып қалжырады, менімен құрдас еді. Күннің астын тіреп тұрғандай Текір батыр есі ауысқан бір пақырдан қорықпас, саған оның өлімі керек емес, ал маған көмекші керек деп аттардың арасында пұшайман халде, шаң-шаң болып отырған жаман шалды көрсетті. Әр қайсысы найзамен түртіп мазақ қылған жау сарбаздарына аянашты түрмен қарап тұрған шалға Текірде жиіркене қарап. Алатаудың бәйбішесі соны қаласа солай ақ болсын. Екеуін қаңғып өліп, оны да маған теліп қоймау үшін астарына әне бір шабдар торы байталды қидым. Әй сарбаздар, қалған қатындарды өңгер алдарыңа. Қалампыр шеберден басқасы ұстағандікі. Әйгілі шебер қатын енді ұлы мәртебелі, сенге Хонтайшының күңі болады. Кеттік жатаққа деп, Айжақсыны пақырдың қасына тастап кете барды. Екеуі су ұрттап сәлдемдерін басып, өліктердің жүзін жасыру рәсімін жасап. Шабдар байталды суытып мініп. 2 күн бір түн жүріп кешқұрым бір қазақ ауылына жетті. Алатаудың ауылын түгел қырып кетіпті деген суыт хабарды естіп отырған бұл ауыл үрейлі еді. Енді міне Алатаудың бәйбішесін ортаға алып хабарды аузынан естіп отыр. Алатаудың ажалға аттанар сәтінде аузынан шыққан сөз: қазаққа бар, тегіміз, бір тіліміз, бір жамандық жасамас. Өз туысың тарлық қылмас деп сенімі артып кетіп еді. Енді менен сіздерден өтініш болғалы тұр. Артымызда ұрпақ қалсын, сол ұрпақ үшін, сол ұрпаққа қалар жер үшін жандарын құрбан еткен Алатау ауылы жойылып кеткелі тұр. Сол үшін де өрімдей қызымды немесе өзімнің келіндерімді таңдамай мына пақырды таңдап едім. Осыған бір жар тауып беру өздеріңе аманат. Қалың малына мына бір жылтыр темір жараса, бұл сіздерге деп шықырлығына тыққан жұдырықтай тай тұяқ алтында тастай салды. Ағайындар, артта қалар жалғыз тұяқ тұқым үшін алтын баста елден бақыр басты еркек артық болған заман туды. Алатау ауылы жойылмасын, жаратқан жар болса өсіп өніп кетер десіп ауылдың ақсақалдары бірігіп ой тастап пақырға біреуді қоспаққа ұйғарды. Сөйтіп пақырдан 2 ұл бір қыз қалулы. Пақырдың тұңғышының нағашылары қойған аты Алақұйын екен. Аты шыққан батыр болған екен. Аңыз бойынша соңғылығында Текір батырдың басын кесіп әкелген деседі. Пақырдан туған 2-ші ұлдың аты Сүйеу екен. Нағашылары пақырдан туған қыздың да баласын Алатау атапты. Ол бастапқыда Құз Алатау атанып, кейінгі жұрт қыздан туған қыз Алатау ұрпақтары болып өрбіпті. Міне құрметті оқырмандарым, бұл әңгіме шындық па ертегі ме кім білсін, бірақ неше бір зұлмат заман қазақтың басынан өтулі. Артымызда ұрпақ қалсын, сол ұрпаққа аманат жер қалсын деп басын ажалға тосқан бабаларымыздың болғаны шындық.
бір түйір кейінде қалар, ол ұрпақ үшін еркекте, әйелде құрбандыққа шалынғаны ақиқат. Түп тамырымызбен жойылып кетпеу үшін алтын басты әйелді, бақыр басты еркекке айырбастаған кемеңгер аналардың болғаны да шындық. Алтын басты әйелден, бақыр басты еркек артық деген бұл әйел затын кеміту емес, бұл әйелдердің биіктен алар орнын көрсету екен. Заманында солай айтылса керек. Авторы Мұрат Кенжебаев. Бейнеу